If you ride with me, don't gotta work for the both of us. I'll put you in the driver's seat. Don't gotta hurry in the love. When you ride with me, don't gotta worry when tomorrow comes. I'll put you in the driver's seat. Don't gotta hurry now, cause we stay in control in the name of love. For the both of us, I'll put you in the driver's seat. Don't gotta hurry in the name of love. When you ride with me, don't gotta worry when tomorrow comes. I'll put you in the driver's seat. Don't gotta hurry now, cause we stay in control in the name of love. Құрметті оқырмандар, сіздермен бірге монтаж. Бүгінгі таңда біздер Батыс 2 Ақтөбе Тауэрс объектімізді жалғастырып жатыр. Бізде қазір данный момент Нержавейк мен Авиасканы жалғастырып жатыр. Қазір біз подачалай жалғадық. Енді обратно жалғайтын боламыз. Ортада біз екі выход, бұл жақта бұл бойлерге. Бойлерді әлі біз жалғаған жоқ. Осы жерде толық профиль құрып болғаннан кейін астына поддон содан кейін көрсететін боламыз. Бұл системаның плюстарын айтып кетейін. Система бізде лучевая система. Арт жағында тұрған фонда бізде теплый пол, но бізде радиаторный контур. Екеуіне бөлек насостан қойдық. Және де обратный клапандары бір-бірін передавление болмас үшін. Котелдің өзінде системада бізде екі выход және қандай бір система екінші бойлерге. Бұйырса, осыны қалай толық аяқтаймыз, көрсететін боламыз. Және де система лучевая айтып кететін болсақ, бізде әр контурға өзінің тармағы бар жатыр. Мынау бізде радиатор қазір 6 контур болды. Кухняда біреу, сосын арғы 2 спальняда 3 радиатор түседі. Сосын 2 контур бізде балконға түсетін болады. Теплый пол бізде 12 контур. Бәрін толық осы жерде белгілеп көрсететін болды. Оның алдында посттарда біздер оны көретін боласыз. Және де насос бізде Альфа 1, екеуінде де тұрған частотникпен жұмыс жасайтын болады. Система теплый полда бізде өзен датчиктер тұр міне. Мынау узел смещения. Бұл узел смещения негізі плюсы обычный коллекторға қарағанда температураны стабильный бір температура ұстап тұратын болады бізде әр контурда. Әрине бізде қай контур керек болмайды системада, мысалы теплый полда. Міне обраткіден өзінің крандары бар, жауып тастауға болады, мысалы қажет болмаған жағдайда. Мына жақтан да айтып подачада максималды температура котелда қанша көрсетеді, мысалы 60 па, мына жақта 60 беріп тұрады. Одан кейін смещениемен мынау подача кіреді, смещение беріледі обраткамен. Екеуінің примерно жоғымен температура где-то 50-55 градус. Одан көп емес. Және қайтарда обраткада бізде одан төмен болады, где-то 40-45 градусқа түсетін болады. 10-15 градус погрешность с потерями. Өйткені толық араластырғаннан кейін коэффициент 70-та 30 жұмыс жасайтын болады. Обраткада біз мысалы неде радиаторный контурда бізде подача обратка екеуінде де көрсетілген температураның датчиктерімен. Бұл жақта погрешность музыка әрі кетсе 10-15 градус тоже. Осыны толық бітіргеннен кейін YouTube каналды көрсететін боламыз.